Запись басталды. Барлықтарыңыз осы жерде болсаңыздар, демонстрацияны қосамыз экран. Жақсы, енді көрініп тұр сіздерге де, маған да көрініп тұр барлығы. Принятты басып жіберейік. Мына жақтан қаламсапты алайық. 11-ші сұрақ. 11-ші сұрақ шығарылатындар бар ма? Қол көтерсін. 11-ші сұрақты шығарылатындар Мақпал Ерланқызы. Мақпал, микрофоныңызды қосыңыз. Ағай, саламатсыз ба? Бағанағы үшін кешірім сұраймын. 11-ші есепті қалай шығарамыз? Шығара аласыз ба? Бұл жерде актив 7-де минутына 7 теңге береді, 7 теңге. Ал керемет тарифында желі ішінде 0, ал басқа операторлармен 20 теңге. Яғни бірінші ардақтықын есептеп аламыз, ол минутына 7 теңге болғандықтан 1 сағатта 60 минут бар, 1 сағат сөйлесті деп тұр. Екеуі де 1-1 сағаттан сөйлескен ғой. Екеуі де 1-1 сағаттан сөйлескен ғой. Иә, 1-1 сағаттан. Сонда ардақтың 60-ты 7-ге көбейтеміз. Сол кезде не шығады? 420 теңге. 420 теңге шығады. 420 теңге бұл ардақтың? Бұл ардақтікі ентіп тұр. Ардақтың 2 есе көп кеткені белгілі болса дейді. Яғни 420-ны 2-ге көбейтсек 840 теңге. Бұл не нәрсе 840 теңге? Бұл 840 теңге бұл заңғардың керемет тарифімен сөйлескен. Заңғардың негізі керемет тарифі мынандай еді ғой, менде сұрақ Мақпал. Керемет тарифі желі ішінде 0 теңге еді, бірақ басқа абоненттерге ғана ол 20 теңге еді. Енді сіз қарасаңызшы, ағай, бұл жерде актив 7-ге шығып тұр. Бұл егер кереметпен керемет сөйлесе 0 болатын еді, бірақ бұл актив 7-ге шығып тұр. Яғни басқа абонент деп есептейміз. Енді 840 теңге екені белгілі болды. Енді басқа операторларға 20 теңге болғандықтан 840-ты 20-ға бөлсек, қанша минут сөйлескені анықталады, яғни 42 минут. 840 теңгені 20-ға бөлеміз, 42 шығады. 84-ті 2-ге бөлсек те болады, 0 мен 0-ді қысқартып, сонда 42 минут шығады. Дұрыс Мақпал, жарайсыз. Өте керемет шығардыңыз. Рахмет. 11. Нені өшіре беріңіз микрофонды. 11 бізде Е болды. Қазір көре салайық. 11 бізде Е. Дұрыс. Дұрыс есептелінген. Дұрыс түсіндірді әрі. Жақсы. Келесі бізде 12-ші есеп. Түсінікті ғой, есеп? Чатқа жазамыз, түсінікті емес екендігі 12-ші есепке өтеміз. Мен әлі көрген жоқпын есептерді, сол күйі тұр. Мерей шығып кіріп, не істеп жатсыз, Мерей сіз? Түсінікті тақырып қалай ағай? Тақырып жоқ бізде. Нені шығарып кете береміз? Төмендегі сандар белгілі бір ережеге сәйкес орналасқан болса, онда белгісіз сандарды табыңыз деген. 2, 3, 4, 9, 8, 27. Кім табады екен? Қазір көрейік. Мақпалдан басқа тағы да кім бар таба алатын осы есепті? Астында реакция деген бар. Реакцияның үстінде қол көтересіздер. Поднять руку деген бар. Немесе қол белгісі бар. Солардың үстіне бассаңыздар, қосыласыздар. Құрметті оқушылар. Қол көтеріп, қалай табу керектігін айтыңыздар. Хотя бы қол көтерсеңіздер, мен қосамын, мен өзім көмектесемін. Қол көтеріңіздерші. Просто сіздермен неге түсу керек еді, общение істеу керек еді. Әйтпесе барлықтарыңыз үндемей отыра бересіздер. Нұржан, сіз сөйлеп қойдыңыз. Басқа. Саида Кайтенова. Саида, микрофоныңызды қосыңызшы кән. Саида, микрофонды қосыңыз. Қосып көріңізші, қосылып тұр ғой сіздікі. Тағы да қосыңыз. Сөйлеңіз енді. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саида, мынаны қалай табамыз, білесіз ба? 2, 3, 4. Ағай, даусыңыз естілмей тұр. 2, 3, 4, 9, 8, 27. Келесі сан қандай болады? 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, 9-ды 3-ге көбейтеміз 27, 8-ді 2-ні 2-ге көбейттік 4 болды, 4-ті 2-ге көбейттік 8 болды, 8-ді 2-ге көбейтсек, мына жерде 16 болады дедіңіз ғой, сіздің айтуыңыз. 16, 3-ті көбейтесіз 9, 9-ды 3-ге көбейтесіз, бұлай 27, 3-ге көбейтсек, қанша болады? 27-ні 3-ге көбейтсек, 81. 81 болады, яғни 16 мен 81 жауабы, Саида. Жақсы, рахмет, микрофоныңызды өшіре беріңіз, дұрыс есептедіңіз. Есеп түсінікті ғой, барлықтарыңызға.
Менің ойымша енді түсінікті болды. Келесі 13-ші есепке өтейік. Төмендегі мәліметтерге сүйеніп, мектеп кітапханасындағы барлық кітаптың арасындағы оқулықтар жуық шамамен неше пайызын құрайтынын анықтаңыз. Төмендегі мәліметтерге сүйеніп, мектеп кітапханасындағы барлық кітаптың арасында оқулықтар жуық шамамен неше пайыз құрайтынын анықтаңыз. Хорошо, түсінікті. Так, Аружан, микрофоныңызды қосыңыз. Ағай, Қалай есептейміз? бұл жерде бұл есепті шығару үшін бізде толық 700 кітап бар. Толық. 700 Ол кітап 700 кітап бізде. Жоқ, бізде 700 емес. Бізде 20, 20-ға 50, 70, 70-ке 600, 670, оған 300-ді 970 бар. 980, иә, кешіріңіз. 980-ді біз 100% деп аламыз. 970. 970-ді біз 100% деп аламыз, ал 600-ді біз x% деп аламыз. 600-ді x деп аламыз. Және де біз оны 600-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 980-ге. X-ті табу үшін қарама-қарсы жатқан екеуі бір-біріне көбейтіледі. 600 көбейтілген 100 бөлінген 970. Бөлінген 980 болса, бізде Калькуляторда жасалайын, қазір қоя беріңіз. 600 көбейту 100 бөлінген 970. қысқарады. 61-85. 61-85 жуық шамамен? Жуық шамамен 62%. 62% болады. Не үшін Жауабы бар. Өйткені оны жуықтап алған кезде 62 шығады. Жуықтаған кезде 61-ден кейін санға қараймыз. Егер де ол сан 5 немесе 5-тен үлкен болса, мынаға 1 қосамыз. Егер 5 немесе 5-тен кіші болады, 4 немесе одан кіші болатын болса, мынаға өзі жазылады. Жақсы. Рахмет, Аружан. Дұрыс есептедіңіз. Есеп түсінікті ма? Түсінікті ма есеп? Барлығын қостық. И потом не істедік? Таптық. Чатты бір көріп қояйық. Түсінікті. Так. Мақпал тауыпты уже. Мақпал, сіз енді не істеп жатсыздар мына жерде? Арыстан мен Асылзат қазір екеуіңізді шығарып жіберем. Чаттағы нелеріңізді мен көріп отырмын бәрін. Сондықтан да керек емес. Келесі есеп. Берілген көбейту амалында B, S және O әртүрлі цифрлар. Так, нені табу керек? Мына жерде 5 деген сан көбейту. Хорошо, B, O-сының қосындысын тап деді. S-ті S-ке көбейткен кезде S-тің өзі шыққан. Қандай сан болуы мүмкін? 1 мен 1 болуы мүмкін, иә? Бірақ та кез келген BBC деген санды 1-ге көбейтсеңіз, өз шығу керек. Яғни ол 1 емес. 1-ді 1-ге көбейткен кезде де 1 шығады. Сосын тағы да қандай сан бар? Өзін көбейткенде өз шығатын. 5 пен 5 бар, иә? 5 пен 5 бар. Көбейткен кезде 25 шығады, артында 5 болады. 6 мен 6 бар. 6 мен 6 бір-біріне көбейтсек қанша болады? 36, артында S, яғни S-ті мен S-ті 6 деп, немесе S-ті 5 деп алуға болады екен. 5 деп көрейік. Егер де мынаны 5 десек, қалай болады? 5 десек, мына екеуін көбейткен кезде қандай сан болуы мүмкін? Короче, мен қазір ойлануға ше, андай ерініп тұрмын, лучше бір оқушыны қоса салайын. Так, шығарылатындар оқушылар қол көтерсін. Шығарылатын оқушылар қол көтерсін. Так. Диана бізде әлі бүгін сөйлеген жоқ мүлдем. Диана, микрофоныңызды қосыңыз. Сәлеметсіз. Саламатсыз. Мен S-ті жуықтағанын, S-ті жобалап тапқаным дұрыс па? Яғни 1-ді алмаймыз, S немесе 6 немесе 5 болу керек, е? 6 немесе 5. Мына жерде 1 болмай ма? Егер, например, S-ті бір-біріне көбейтсе, 21 жауабы артында 1 сан тұрғандықтан. Жоқ, ондай емес. Микрофоныңызды өшіре беріңіз. Жоқ, ондай емес, рахмет. Нұржан Бекболат. 6-ны алайық. 6-ны. Сосын? BB6, көбейтеміз 6. Жоқ, бұлай екен ғой. Так, көбейтеміз 6. Тең болады.
6 3 ойда еді. 6. Енді 5 болу үшін 6-ны неге көбейткім керек? 5 шығу. 2-ге көбейтейік. 2-ге көбейтейік. Көбейтеміз. 12, мына мен 15, 1 ойда. Яғни бұның орнына сіз 2 қойдыңыз. Яғни 226-ны не істеп жатырмыз? 6-ға көбейтіп жатырмыз. 6-ны 6-ға көбейтеміз. 6 3 ойда. 6-ны 2-ге көбейттік 12, 12-ні 3-ге қоссақ 15, 1 ойда. 6-ны 2-ге көбейтеміз 12, 12-ге 1-ді қоссақ Шықпайды екен. 13. Шықпай қалды ғой. Есіміз бізде қазір 3 болып қалды. Негізі есті біз басында не деп алдық? 6 деп алдық. Так, есті 6 деп тұра берейік. Есті 6 деп ойлап тұра берейік. Бірақ та 5 шығу үшін тағы да қандай не бар? 7 бар, е? 7, 7, 6. 7, 7, 6-ны 6-ға көбейтейік. Яғни 776-ны 6-ға көбейтіп көреміз. 36, 6 түсіп 3 ойда. 42, 3, 5, 4. 4656 болады. 6-ны 7-ге көбейтеміз. 4656. Так, 42. 42, ойдағы мен 4, сонда 656 болады. Болады екен, 6-ны қойып, 7, 7, 6, яғни 776-ны В-ның орнына қойсақ. Сонда не қылдық? S-тің орнына біз 6-ны қойдық, В-ның орнына біз 7-ні қойдық, 7. O-ның орнына біз Орнына 4. Б, О-сын Сонда қос дейді. Қоссақ қанша болады? 15. Ой, 15 емес 17. 17 болады. Яғни 6-ға 4-ті бірінші қосып аламыз. 10, 10-ға 7, 17 болады екен. Дұрыс есептедіңіз. Кейбір оқушылар S-тің 6-ны қояды да, сосын 2-ні қойып көреді, шықпай қалдыма, все, S-тің орнына 5-ті қойып есептейді. Сосын 5-тің барлық жағдайын қойып көреді. Ол да болмайды, қайтадан сосын 6-ға келді. Бірінші бір жағдайды алдық па? Не қой? Любой уақытта сондай. Бір жағдайды алдыңызды ма? Соған байланысты қанша жағдай бар, солардың барлығын тексеріп аласыз. Сосын бұлар біткеннен кейін барып екінші басқа бір жағдайды алып, олардың жағдайларын тексеріп көру керек. Өзі сауаттылық деген сол. Мынаны білмеді ма? Болды, атқа жасауға болмайды. До конца бару керек. Басқа варианттарды да көру керек. Математика сауаттылық сіздердің сабырлықтарыңызды тексеретін пәннің біреуі. Математика, именно физика деген, химияның кейбір жерлері сіздердің сабырлықтарыңызды тексереді, шыңдайды әрі. Соның үшін до конца күресіңіздер. 15-ші сұрақ. Шашлық судың үстінен шашлық деп шалшық. Шашлық. Ой, мейлі. Так, біз мынаны тексерген жоқпыз. Д болды, 14-д. Так, 14-д, иә, шашлық жегілдеңіз келді ма? Кабап деп қойын да. Так, шалшық судың үстінен, 15-ші, 14 тексеріп алдық, дұрыс екен. Шалшық судың үстінен өтетін ұзындығы АБ болатын көпір салу керек. Суреттегі берілгендерге сүйене отырып, АБ-ның ұзындығын табу керек. Хорошо. Мына жер 120, мына 500, мына 500 екен. Так, оны былай түнкеріп алайын, былайынан. Мына жағы 500. Мына жағыда екеуі бір-біріне тең дегені ғой, мынандай сызық ол тең дегені. Мына жағы 500 болса, онда мына шетіде бізде 500 болады деген сөз. Мынаның арасы 120 болса, онда тең берілі үшбұрыштың табандағы бұрышына тең берілі үшбұрыш қой. Табандағы бұрышта тең деген сөйлеме бар. Даусыңызды Аружан ба кім еді жаңағыда ең соңғы сөйлеген? Соның даусын өшірмепсіз ғой. Нұржан, даусыңызды өшіре салыңыз. Так, мына жерлер 120, 180 ішкі бұрыштардың қосындысы. Үшбұрыштың өзі ішкі бұрыштардың қосындысы 180 еді. 180-нен 120-ны алып тастасам, мына қалған екеуінің қосындысы 60 болу керек. Енді қалған екеуі 60 болу үшін әрқайсысы 30-30-дан болу керек, дұрыс па? 30 градустан болу керек. Мынамен мынау екеуі бізде 30 градустан болу керек. Бізге осы А мен Б-ның арасын тап дейді, осы сызықты тап дейді. Мен жоғарыдан не түсіремін? Биіктік түсіремін. Биіктік оның әрі медианасы, әрі бисектриса болып есептелінеді. Бисектриса дегеніміз бұрышты қақ екіге бөледі. Яғни 120-ның теңде екіге бөледі. Яғни ол қанша болады? 60, 30-90 градустық тік бұрышты үшбұрыш пайда болады. Ол тік бұрышты үшбұрышты мен мына жерге сызайын сендерге, түсінікті болу үшін. Міне. Жоқ, былайынан емес. Былайынан сызайын. Мен мына сызықты О деп белгілесем, ол мына жерде тұр. А-мыз мына жерде тұр. Б бізде, Б мына жақта тұр, мына жағын С дейін. Мынау С болсын, мынау Б. Енді мен қазір мына екеуі А, О мен О, Б бір-біріне тең болады. Өйткені биіктік медианы тең екіге бөледі. Яғни мен мына аралықты, яғни А10-ны тапсам, және екіге көбейтсем, болды, сол жауап болады. Енді А10 табу керек. Бізде не берілген? Гипотенуза берілген 500 және мына жердегі 30 градусты білеміз.
Мына жерде біз 60 градус бар екенін білеміз. Синус 60 градуста қаншаға тең? Синус 60, яғни немесеше былай істейін. А10-ы, қараңыздар, А10-ы А-сыға бөлген кезде, басқа түсіп белгілейінші қазір. А10-ы, А10-ның ұзындығын А-сыға бөлген кезде, ол синус альфаны береді. Альфа дегеніміз АО-ға қарсы жатқан бұрыш, яғни 60 градус. Яғни синус 60 градуста бізде қаншаға тең еді? Синус 60 градуста бізде түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең, иә? Іздеп отқандар болса, түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Яғни А10-ы, асы бізде 500-ге бөлсек, А10-ы 500-ге бөлгенде қанша болу керек? Түбірасты 3 бөлінген 2 болу керек. Осы жерден А10-ы табатын болса, қарама-қарсы жатқан екеуі көбейтіледі, үшіншісіне бөлінеді. Яғни АО тең, қарама-қарсы жатқандар 500 көбейту түбірасты 3 бөлінген 2. Яғни бұл АО-ның ұзындығы екен. Енді осыны 2-ге көбейтсем, яғни осы 500 көбейту түбірасты 3-ті 2-ге көбейтсем, жалпы АБ-ның ұзындығы шығады. 2 мен 2-ні қысқартып жібереміз. Сонда не болады? 500 түбірасты 3 қалады. Яғни жауабы 500 түбірасты 3. С. 15 бізде С болды. Тексеріп көрейін. 15 бізде С кілтпен дұрыс келді. Түсіндіңіздер ма есепке? Түсінікті болса, комментарияға жазыңыздар. Түсініксіз болса, YouTube-қа тастаймын. Қайта көресіздер, түсініп аласыздар. Келесі 16-шы есепке өтейік. Так. 16-шы есеп қандай еді? Просто қиын есеп болғаннан кейін өзім шығарып көрсеттім. Әйтпесе андай оңай есептер болса, сіздерге шығартатын едім. Кубтың жазбасы берілген, кестедегі мәліметтерді салыстырыңыз. Бір санына қарама-қарсы жағындағы сан. Так, бұны енді сұрауға болады. Қол көтереміз. Диана, бәңілде қосыламаған едіңіз. Диана, қол көтеріңіз. Қол көтеріңіз деппін ғой, микрофонды қосыңыз. Чатты бір көріп қояйық. Бәңілдегі шашлықтан кейін еш нәрсе жазылған жоқ. Так. Жоқ. Ештеңе жазбапсыздар ғой. Мен сіздерді күліп жатқан шығар деп ойлаған едім шашлыққа. Диана, сөйлемейсіз ба? О, біздің Нұрсұлтан кірді. Нұрсұлтан. Микрофонды қосамыз. Ағай. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Нешеге келдіңіздер? 16-ға келдік. Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жер жәннат Жетісай қалай? 16-ға ма? Жақсы, зор. Жақсы. 16 есептейік. Кубтың жазбасы берілген, кестедегі мәліметтерді салыстыру керек. Bir санына қарама-қарсы, мынау қазір кубты қайттан жинаған кезде бірге қарама-қарсы қай сан жатады? 6. Бірге қарама-қарсы 6 жата ма? Иә. Дұрыс, иә, 6 жатады. Аржанда тұрады, 4 аржанда тұрады, 6 аржанда тұрады. Мына бұлай жинаған кезде, так, мына бұлай жинадым деп ойлайық. Сол кезде 2, 5, 4 жаны от, ана 6, сол бірге қарама-қарсы отты. Мынау ар жағы 3, көбесі 6, төмен жағы 1 ма сонда? 1. Бір қарама-қарсы бізде не жатады екен? Қарама-қарсы 6 жатады екен. Дұрыс есептедіңіз? 6. 5 санына қарама-қарсы жататын 3 қой, 5-ке 3. 5-тікі 3 екен, 5-тікі 3. Так, хорошо, мынаны 3 дейміз. Енді жауаппен қалай аламыз бұны? Тоқта 6, 3. Тең С жауабы ғой? А көп. А үлкен, С жауабы, иә бізде? Иә. 16-сы, қазір тексеріп көрек. Нұрсұлтан, сіз енді анда-санда бір кіріп қаласы 2 есеп шығарасыз, хорошо? Келесі есепте шығарасыз. 17-ші есепке қараңыз. Бірінші оқыңызшы. 11, А, 3, 5, 43 натурал сандарының қатарының өзгерістік уақыт ауқымы 48-ге тең дейді. Сандар қатарындағы А санын табыңыз дейді. Өзгеріс ауқымы формуласы қандай еді? Қандай еді өзгеріс ауқымы деген? Сабақтарда болдыңыз ба? Жоқ ағай, уақытыңа тұрғанда сонда кіріп қаламын ма сабаққа? Гаухарды қосамыз, Нұрсұлтан қазір.
Өзгеріс ауқымы деген ең үлкен мәннен ең кіші мәнді азайту ғой. Ең кіші мән бізде қайсысы Дұрыс қазір? па? Ең кіші бізде 3, ең үлкен бізде 43. Так. 43 дедіңіз ба? Ең үлкен, ең кішісі бізде 3, ең үлкені 43. 43-тен 3-ті азайтсақ 40 болып қалды. Бізде 48 шығу керек еді. 48 шығу үшін А саны қанша болу керек? Соны тауып жатыр ғой. Соны тауып жатырмыз негізі. А деген сан үлкен сан болу керек. Сол үлкен санды табуымыз керек. Яғни Адан 3-ті азайтқан кезде 48 шығу керек. Сол қай сан деп жатырмыз? 51 ғой. 51 болады, иә? Дұрыс есептедіңіз, иә? 51 болады. Өзгеріс ауқымы берілген, өзгеріс ауқымын табу керек, бірақ та андай өткен жолғыдай оңай емес та. Шамалы қиындау оқып берген да, мына жерге А-ны беріп қойған. Қанша болады дейді. Дұрыс. Гаухар, микрофоныңызды өшіре беріңіз. Жақсы есептедіңіз. 18-ші. 8 қаланың әрбір екеуінің арасында жеке жол салу жоспарланды. Барлығы неше жол салу қажет екенін табыңыз. Кешегі сұрақтарда болды бұл есеп. Так. Кімді қосады екен біз? Олардың барлығы сөйледі. Саида бізде бір-ақ рет сөйледі. Саидан қосып көрейін. Саида. Саида шығып кетті ғой. Так. Ағай, тыңдап тұрмын. Онда қалай табамыз 18-ді? Білесіз ба, қалай табу керектігін? Не дейді? Оқыңызшы. Жоқ, ағай, мен 18-ді білмеймін, 17-ін тапқан едім. 17-ін тапқан. 8 қаланың әрбір екеуінің арасында жеке жол салу жоспарланды. Барлығы неше жол салу қажет екендігін табыңыз. Қанша қала берілген бізде? 8 қала берілген екен, ә? 8 қала. Яғни, мына бірінші қаламен басқа қалаларды қосып шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7. Яғни, әрбір екеуінің арасын қосып шықтым. Енді келесі біз 2 мен 1-ді қоса алмаймыз. Бірақ та басқа қалаларды қосуға болады. 2 мен 3-ті, 2 мен 4-ті, 2 мен 5-ті, 2 мен 6-ны, 2 мен 7-ні, 2 мен 8-ті. Келесі тура сол секілді 3 пен 2-ні, 3 пен 1-ді қоса алмаймын, но 3 4-ті қосуға болады. 3 пен 5-ті, 3 пен 6-ны, 3 пен 7-ні, 3 пен 8-ді қосамыз. Келесі тағы да бөлек болады. 4 пен 5, 4 пен 6, 4 пен 7, 4 пен 8. Одан кейінгі қалалардың қосқан кезде 5 пен 6 қосылмай қалды. 5 пен 6-ны қосамыз, 5 пен 7-ні қосамыз, 5 пен 8-ді қосамыз. Келесі бізде 6-шы қала. 6-шы қала мен 7-шы қала қосылған жоқ. 6-шы қала мен 8-шы қала қосылған жоқ. Енді тек қана 7 мен 8-дің арасына мен жол салсам, все, 7 мен 8-дің арасында жол саламыз. Барлық қала арасында жолдар белгіленген. Енді осы жерде қанша сызық бар екендігін табу керек. Таба аласыз ба? Иә, 28. Қақтан білдіңіз? Мен бұның оңай жолын білем. Айтыңызшы бізге де, үйретіңізші. Бір кеміп жатыр ғой, ағай. Басында қанша еді? Басында 8 жол жетеуімен байланысады. Сосын жетеуі 6-мен байланысады, 6-ы 5-мен солай кете береді. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 барлығын қосып шығамыз 28. 3, 6, 10, 15, 21, 28. Дұрыс? Дұрыс есептедіңіз. Жақсы? Иә. Рахмет. Нені өшіре беріңіз, микрофонды өшіре беріңіз. Есеп түсінікті ма сіздерге, оқушылар? Так. Тері формасымен шығады. 28, 51 мен шығайын дейді. Все, мен кімдерге басқаларға да түсінікті болсын деп жазып жатырмын, оқушылар. Тағы да ағай мына жолмен шығарады деп ойламаңыздар. Мына білем ғой, мен өткен сабақтарда өзім үйретіп қойдым біраз адамға. Так, жақсы. Келесі 18-ші есеп. 19-ші есеп. Так. 19 бізде заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табу керек. Кім көтереді екен қолды? Нұрсұлтан 2 есеп шығарады дегеннен, Нұрсұлтан шығарып берсінші. Нұрсұлтан, қалай шығарамыз?
Нұрсұлтан? Даусым естіліп тұр ма сізге? Нұрсұлтан? Микрофоныңызды қосыңыз. Иә, қосыңыз. Қалай есептейміз 19-ты? Заңдылықты анықтап сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Так, мен ойымша мына жерде 8-ден 3-ті азайтқан, сол кезде 5 шыққан, 9-дан 3-ті азайтқан, 6 шыққан. 2-ге 8-ді қоссақ 10 болады, 10-ды 2-ге бөлсек 5. Онда 2-ге бөлеміз. Сонда 3/3 бөлуге тең, ал анау x азайтуға тең. 3/3 қосып 2-ге бөлуге тең екен, 3/3'ымыз. Иә. Мына белгі азайтуға екен. Азайтуға тең. Яғни 9-дан 1-ді азайтсақ, мына жер 8. Ана 6, 6-дан 8 қоссаң 14, 14 2 бөлсең 7. 7-ден 2-ні азайтсақ 5. Қанша болды? 14 болды ма? Жоқ, 14 емес, 13. 13-тің алдында 3/3 тұр. Ол кезде не істейтін едік? 3/3 болған кезде 2-ге бөлеміз. 13 2-ге бөлінбей қалды ғой. 4-ті 2-ге бөлсек 2 ғой жауабы, А жауабы. Екеуін бірінші қосып аламыз. Сосын Иә. барып 2-ге бөлеміз. Шыққан жауап. 2-ге бөлеміз. 4-4-ті 2-ге бөлсек А болады. Дұрыс, Нұрсұлтан. Жақсы, микрофоныңызды өшіре беріңіз. Жақсы есептедіңіз. Мына жерде Мақпал, Нұржан, Диана деген қыздар шығара алатынын біліп тұрмын. Рахмет барлықтарыңызға. Соңғы 20-шы сұрақ. 20-шы сұрақ. Так, мен шығайыншы дейді. Мақпал. Мақпалды қосайық мейлі. Мақпал. Ағайна жерде 36 болып тұр ғой үлкен квадраттың ауданы. Сонда оның қабырғасы қанша болады? 36, яғни 2 қабырғасы 6-6-дан тең болады біріншісі. Сәйкесінше 9 см квадрат деген кішкентай шаршыныкі 3-3-тен тең болады. Яғни бірінші қабырғасы 9, екінші қабырғасы 9, сонда 9-ды 9-ға көбейтсек 81. Жалпы тіктөртбұрыштың шаршының ауданы 81 болады. Жарайсыз, молодец. Ой, рахмет. Микрофонды өшіре беріңіз. 81 болды, түсінікті ма? Мына жер 36, 36-ны түбір астынан шығарды, 6 шықты. Яғни S тең A квадрат біздің шаршының ауданының формуласы. Бұл жерден 36 болса, A-ны табатын болсақ, екі жағында түбірге алып жібереміз. Мына жағында. Мына жер түбірдегі A квадраттан A шығады, түбірдегі 36-тан A шығады. 6 шығады. В общем, мына жер 6 болды, мына жер бізде 3 болды. 6-ға, мына жағы да сондай, 6-да 3, 6-ға 3-ті қоссақ, общий мына ұзындық 9. Мына жағым екеуі тең ғой. Мына жағы да 9. 9-ға көбейтеміз. Аудан табу үшін тура осы формуланы қолданамыз. 9-9-ға бөлсек 81 болады. Периметрін табу керек. Периметр қанша болады? Кім қол келтірсе, соны қосамын. Чатты көрейік. Периметр білетіндер. Так. Мен дейді. Аружанды қосып көрейікші мелкан. Аружан қол көтермепті. Нағима бізде кешегі сабақтарға, алдыңғы сабақ. Нағима қосыңызшы кән микрофоныңызды. Алло. Периметрін қалай табамыз? 4 қабырғасының қосындысы. Қанша болады ол? 36. 36 болады. Формуласы қандай еді өз? Периметрдің формуласы шаршының. Авы қосу жақшаның сыртында 2. А мен В бір-біріне тең болғаннан кейін 4 көбейту А десек те болады. 9-ды 4-ке көбейтсеңіз де болады. Формула мынандай негізі өзі шаршыда. Ал неде? Тіктөртбұрышта 2 көбейту А қосу Б. Шаршыда енді барлық қабырғалар тең болғаннан кейін 4 көбейту А дейсіздер. Есеп түсінікті ма? Так, Мажан жазбаңыз. Осылай соңына кеп қалған кезде барлықтарыңыз андай не қылып қаласыздар, иә? Бәрін өшіріп тастайын. Так, мынаны өшіреміз. Так, участники. Так, сіздерше, егерде сабағымыз аяқталды, шығатындар шыға берсін. Бірақ сіздермен танысып бұлай не болу керек еді? Өйткені сабағымыз аяқталды.
паузаны басып алайын бірінші. Сосын қазір танысамыз.